Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай оп-оңай, әрі дәмді, ауызда еритін кешкі ас дайындаймыз. Мультиваркіде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен Фариза. Тартылған етімізге ең алдымен пиязымызды және сәбізімізді және бір штук жұмыртқамызды, бір үлкен сарымсақ саламыз. Және тұзымыз бен қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді қолымызбен фаршымызды осылай 6-7 рет лақтырамыз. Мінекей біз мультиваркімізге осындай май салдық, сұйық май, күнбағыс майын пайдалансаңыздар да болады. Енді біз котлеттерімізді домалақтап үстіне салатын боламыз. Қаймақ саламыз үстіне. Дүкеннің қаймағы болса да бола береді. Үстіне салқын суымызды құямыз. Кішкене тұз саламыз. Кішкене қара бұрыш салдым. Қаймақтарды кішкене былай-былай жан-жақтарына жайып-жайып жіберемін. Қазір қайнаған кезде тарайды, бірақ сонда да қақпағын жабамыз. Бұл жақта тушины деп тұрады, соған қойдық. Времясы, уақыты 1 сағат, температурасы 170 градуста. Енді старт. 1 сағат болмайды, бірақ 40 минутта піседі. 40 минуттан кейін көреміз.